Ұстаз ұлы тұлға, саналы өмірін бала тәрбиесі мен білім беру саласына арнаған бүгінгі кейіпкеріміз ұстаздық жолды таңдағанына еш өкінген емес. Біз бүгін 40 жыл білім саласында, соның ішінде 28 жыл мектептің директоры болған ұстаз Асан Жүсіпов жайлы материалды назарларыңызға ұсынамыз. Асан Сапарұлы Жүсіпов 1948 жылы 8 қарашада Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қоңыр ауылында дүниеге келген. Осы өңірдің төл перзенті. Бастауыш білімді ауылда, орта білімді Жымпитыдан алып, жоғарғы оқу орнын 1971 жылы бітіріп, еңбек жолын Абдолла Жұмағалиев атындағы Жосалы орта мектебінде қатардағы мұғалімдіктен бастаған. 1972-73 жылдары Совет армиясы қатарында болып, отан алдындағы борышын өтеп келді. 1973-79 жылдары өз мектебінде жұмысын жалғастырып, мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарлығына дейін көтерілді. Сол жылдары аудандық партия және атқару комитеттері жас маманның еңбегін ескеріп, 1970 жылы Қосаба мектебіне директор етіп тағайындады. Себебі бұл елді мекенде жаңадан 464 орындық типтік жобамен салынуға тиісті құрылыс тоқтап тұрған болатын. Осы мектептің құрылысының жанданып іске қосылуына септігін тигізіп, материалдық базасын заман талабына сай жабдықталуына еңбек етті. Жанұя жағдайымен 1984 жылы туған ауылға қайта оралып, селолық кеңестің төрағасы болып қызмет атқарып жүргенде де өз ауылындағы мектептің жағдайы, ата-аналардың талап тілектері елін сүйетін азаматтың назарынан тыс қалған жоқ. Өйткені бұл мектептің Асан Сапарұлы үшін орны бөлек болатын. Естелік айту, өмірбаян айту адамға өте қиын екен. Неге десеңіз, адамның өзінің өткен жолын еске түсіру, бұл сан адамдардың есімі, олардың бейнесі, олардың саған тигізген әсерлері бір арнаға түсіріп алу үшін бір іштей бір ширығу қажет болып тұр. Мен өзім осы жерде туып өскен, осы жердің суы мен топырағынан жаралған азаматпын. Менің әке-шешем мұғалім болған адамдар. Сондықтан да өмір жолымның осы ұстаздыққа арналуы да сол кісілердің қаны мен тегімен келген деп мен ойлаймын. Бала күнімде мектеп біздерге өте жақын болды. Сол есім білгелі балалар үзіліске қоңырау шыққанда солардың арасына барып, бірге ойнап, олар мектепке сабаққа кіргенде қайтадан үйге келіп, терезеден қарап тұрып, солар қайта қоңырауға шыққан кезде мен де солармен араласып ойнайтын едім. Бұл біздің балалық шағымыз. 54 жылы 6 жаста мектепке бардым. Бой қояр да қоймай, сумка алғызып, кітап алғызып. Барғаннан кейін сол классқа әлі қоңырау болған жоқ, бәрі жиналып жатыр. Азы-қызы алғашқы 42 күні ғой енді. Мектеп у-шу, басым ауырып кетті. Сосын сумкамды алдым, үйге кетіп қалдым. Сосын атам мен әжем үйде. Не келді? Аналар шулап басымды ауыртып. Содан келесі жылы 7-ге толғаннан кейін қайтадан мектепке бардым. Сосын осы о кезде мектебіміз 7 жылдық. 7 жылдықтың о кезде Карл Маркс атында. Содан сол 7 жылдық оқып жаттық. Содан 50-58-дерде Абдолла жөнінде әңгіме қозғалды да, сол мектепке сол адамдар келді, неше түрлі. Сол кезде мектепте Әнуар ағай директор болды. Оның алдында Ағибаш апай директор болды. Сол кезде мектепке жаңағы Әнуар ағай, Ырысты апай, Нұржамал апай, Хамзин Какбай ағай, 4 жоғарғы білімді ұстаздар келді. Сөйтіп мектеп одан әрі жандана түсті. Сол жылы құймадан 8 жылдық мектеп салынды. 7 жылдықтан 8 жылдық айналды. Сол 8 жылдық мектепті мен осынан тәмамдадым. Негізі 6 класста декабрь айында 60 жылы мамам жұмыс орнын ауыстырды. Ауданда қазіргі о кезде Райсовет деп аталады, қазіргі әлеуметтік қамту несі ғой, мекемесі, соған төраға болып сайланды. Содан 2 жылдай Жымпитта мектепте оқыдым. 93-те маған қайтадан осында мектеп директоры болып тағайындалды. Сол кезде үйіміз қайтадан осында келді, май айында. Сол кезде мен куәлікті 8 жылдық бітірген. Осы Абдолла Жұмағалиев атындағы мектептен алдым. Қайтадан біздің ауылда о кезде орта мектеп жоқ. Біздің ауылдың балдары Бұлдырты орта мектебіне, Жымпиты орта мектебіне барып оқу керек. Біздің ауылдың көпшілігі Бұлдыртыға кетті. Бірақ мен енді бұрын өзім Жымпитта оқыған
Жымпитыға көңілім ауды. Сол Жымпитыға барып, оқуымды жалғастырып, интернатта жатып оқыдым. 11 жылда сол мектепте тәмамдадым. Сол балалық шағымның оқушы кезіндегі көптеген класстастарымыз қазір өмірден өтіп кетті. Сол көп класстастың іштерінен қазір қасымда жолдасым бар. Бұл кісіні 6 класста көрдім. Мен ағаммен 6 класс оқып жүргенде танысқанмын. Себебі олар бізге Жосалдан Жымпиты орта мектебіне келіп 6 классқа келді. Ең бірінші көргенде енді классқа келген жаңа баланы әркім қарайды, оның қандай бол екен деп. Мен сол класстас ретінде ешкіммен сөзге келмейтін, айналасындағы балалармен, қыздармен тез тіл табыса алатын жақсы қасиеттері бар екендігін байқап жүрдім. Өзіміздің классымыз о уақытта өте мектептегі белсенді сынып болды. Біздің сыныпта 20 қыз, 7 бала оқыдық. Енді қыздардың жүрген жері көбінесе мектеп өмірінде нағыз белсенділіктің қайнар көзі деп есептеуге болады ғой. Қандай ма болмасын, игі мәдени шаралар болсын, бәріне біздің сыныпты келіп, тіреліп, сендер осы шараны істеп шығыңдар деп мұғалімдер бізден талап ететін. Біздер сондай істердің бәрін абыроймен кезінде атқардық. Енді біздің сыныптың ерекшелігін жаңа айтып кеттім. Сондықтан да болар біздің сыныптың көпшілігі қазіргі уақытта өмір жолында көпшілігі 3-тен 1 жоғары оқу орнын бітірді. Бәрі жан-жақты әртүрлі салада еңбек етті. Мен өзімнің сол сыныптастарымды қатты мақтан етемін. Солардың ішінде жаңағы соның бірі Асан ағаларым болды. Енді 1971 жылы осы ауылға институтты бітіріп жас мұғалім болып және жас келін болып келдім. Әрине, екі бірдей қызметті жастай атқару ол маған оңайға түскен жоқ. Және жай мұғалім емес, менің мектеп директоры енем болды. Менің үйімде педсовет күнде болды. Шай үстінде де педсовет, мектепте де педсовет деген сияқты менің әрбір сөзім, әрбір жүріс-тұрысым есепте болды. Сондықтан да мен әрі келін ретінде, әрі ұстаз ретінде өзімді өзім өмір бақи шыңдаумен өттім. Себебі мұғалім артық сөйлемеу керек, артық жүрмеу керек, әбес қылып көрсетпеу керек. Оның үстінде келін деген атын тағы бар. Сол қағидаға сыйып жүруді өзіме парыз санадым, соны орындадым деп ойлаймын. Және енеміз марқұм бізден тек қана еңбек етуді талап етті. Біздер мал ұстаған жоқпыз ол уақытта. Себебі сендер екеуің де мұғалімсіңдер. Мұғалім болғансын, мал ұстасаңдар, ертең жұрттың баласының оқуын емес, үйдегі малдарыңды ойлап тұрасыңдар. Сондықтан да еңбек етіп ақша тауып алсыңдар, керек май сүттеріңді, еттеріңді ақшаға сатып алыңдар, тек қана жұмыс жасаңдар деп бізге айтты. Сол бойынша біздер көптеген жылдар бойына ешқандай бір де сиыр ұстамастан, бір қой ұстамастан, тек тапқан табысымызды тамағымыз бен киімімізге жаратып өмір сүрдік. Бірақ оның өзі бара-бара балалар өскеннен кейін, балалар көбейгеннен кейін жетпейтіндігін ескеріп, содан кейін барып мал ұстауға кірістік. Сол. Енді ағаң алдында енем басшылық жұмыста болды, одан кейін ағаларым басшылық жұмыста болды. Сондықтан да мен қай уақытта болсын
қандай жағдайға да дайын болуға тәрбиелендім деп айта аламын. Себебі ағаң жаңағы мектеп жұмысында басшылықта жүргенде 2 мектепті жаңағы құралдады. Сосын енді интернат бар мектеп жанында, мектеп оқушысы бар, мұғалімдер бар, солардың бәрімен жұмыс жасау керек. Сондықтан да ол кісінің үйге қарайтын мүмкіндігі болған жоқ. Сол үйдегі бүкіл шаруа менің мойнымда болды. Осы күні таң қалам, соның бәріне қалай үлгердім. Ол кезеңде жаңағы ауданнан 2 күннің бірінде мектепті қарауға кісілер келіп жатады, облыстан келіп жатады, республикадан келіп жатады. Одан кейін жаңағы неше түрлі жағдайда командировкаға кетіп қалып жатады мектеп құралдауға. Сонда жалғыз өзім үйдегі малды, үйдегі баланы бәрін қарап, ол кезде от жағамыз, соның бәрін жаңағы қалай атқардым деп өз күні ойлап таң қаламын. Бір жағынан өзі білім нәрін алғаштатқан алтын ұя болса, екіншіден әкесі Сапар Жүсіпов те 50-ші жылдары осы мектепте оқу ісінің меңгерушісі. Анасы Сабиля Нұғыманова 1963-73 жылдары мектеп директоры қызметін атқарған. Сондықтан мектеп тағдыры ол үшін ата-анасының аманатындай қымбат, қастерлі еді. Сол кезде оқу корпусының оқушылардың еркін білім алуына тарлығы, ескілігі ел ағасын бей-жай қалдырмады. Содан 79 жылы жаңағы ауданымызда салынып жатқан құрылыс бітпеген тек фундаменті бар Қособа орта мектебіне директорлыққа тағайындалдым. Ол кездері оқу ісінің меңгерушісі ол кезде Ағаділ Ғайнұлағай болды. Енді ол кісі енді бұрын менің әке-шешемнің мұғалім болғандығын, сосын мына жай мұғалім болған кезде де, классный завуч болған кезде де кішкене жұмысы маздап көрінген болу керек. Осы баладан бір шығар деп, жас қой деп, сол 30 жасымда 30-дан асқан кезде, сол апрель айында сол Қособаға мектеп директоры болып тағайындалдым. Сосын енді келесі күндер енді интернат мәселесі, мектептің жылу мәселесі жөнінде мектеп совхоз директорына барасың. Сонда ол кісінің маған айтқаны бір сөз: айналайын, интернат мәселесі жөнінде, мектеп мәселесі жөнінде сен маған ешқандай іште кісі отырса да кіре бер, тұрмай есік алдында. Өйткені балалардың жағдайын жасау деген ол кезек күттірмейтін мәселе. Өйткені менің механизаторларым, менің малшыларым, менің шопандарым балаларына алаңдамай еңбек етсе, совхоздың экономикасы сонда алда жылжиды. Ол интернетте жатқан балаға олар алаңдайтын болса, онда ол жұмыс болмайды олардың. Мал тастап мында шауып келеді балаларына бірдеңе болса деп. Содан да мен сол балалардың жағдайын сол мектеп совхоз директоры арқылы шешуге, балаларға бүкіл жағдай туғызуға тырысып, сол 5 жылдай сонда еңбек еттім. Енді бүгінгі таңда осы мектепте жаңағы шәкірттеріміздің бірі мектеп директорының қамытын мойнына іліп алған бірінші Қанат Жанғалиев 2 жылдай жасап кетті. Одан кейін мына Әскербек алып жайлап жасап келе жатыр. Енді бұл жігітті де айта кету керек. Көргені бар, естігені бар, әке қаны болу керек. Мына 67 жылы біздің мектепке Абдулланың аты аталды ғой. Орта мектеп аталдық қой. 17 жылы ескерткіш тақта орнатты есік алдына. Керемет еді. Ол көп мектепте жоқ. Содан кейін басқа мектептер мүмкін жасаған болады, жасамаса білмеймін. Ал әрбір жылдарына қандай жетістікке жетті, кім қай мұғалімдер жаңағы мектеп директорлері болды, қандай ұстаздар еңбек етті, соның бәрі жаңағы ескерткіш тақтада тұрды. Оны келіп жаңағы оқушымыз Аягөз қатысты, білім бөлімінен Сарқұлов келіп қатысты. Сосын жан-жақтан біздер бүкіл мұғалімдерді шақырып, Әскербек сол кездегі аға мұғалімдерден, осы мектепте еңбек еткен мұғалімдерден батиқасын алып, ары қарай еңбектеніп жатыр. Асан Сапарұлы мамандығы географ-биолог болғандықтан мектептегі тарихи өлкетану жұмыстарына зор ықпалын тигізді. 1988 жылдан бастап мектепте туризм өлкетану үйірмесі жұмыс жасап, мектеп мұражайы 2007 жылы облыстық байқаудың жеңімпазы ретінде хрусталь шоқырына ие болды. Мектептегі оқу процесінің кабинеттік жүйемен жұмыс істеуі шәкірттердің пәндік білімдерін пәнге деген қызығушылығын арттырудың бірден-бір жолы деп есептеледі. Мен Шыналиева Гүлнар Зымбайқызы, осы мектепте география пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарамын. Мен Асан Сапарұлының шәкіртімін.
кейінгі кезде әріптесі болдым. Бірге жұмыс жасасақ та, біз осы уақытқа дейін, ағай зейнеткерлікке шыққанға дейін шәкірт ретінде өзімді сезініп келдім, және әлі де сол шәкірт болып қала беремін. Асан Сапарұлы өте ылғалды, жан-жақты, кішіпейіл, өзінің қармағындағы қызметкерлерге керемет жақсы жағдайлар туғызып, жұмыс істеуіне мүмкіншілік жасап, кішіпейілдік танытып отыратын басшы ретінде болды. Және өзім сол ағайынды қазір үлкен бір тұлға ретінде тұтынып отырамын. Әрқашанда оқушыларға ол кісінің жақсылықтары жөнінде қажетті кездерде айтып отырамын. Асан Сапарұлы ол шәкірттерін шыңдай білген ұстаз. Ұстаз, осы сөзде қаншама мән мағына жатыр. Олар дихан сияқты әр адамның жанына білім нәрін себет. Өмір деген шексіз әлемге қанатын қатайтып шырат. Сондықтан ұстаз еңбегі ұлы еңбек. Олардың алдынан ұлағатты ой иелері де, диханшы да, парасатты қоғам қайраткерлері де өткен. Асан ағамыз басқарған Абдулла Жұмағалиев атындағы Жосалы орта мектебін бітіріп, еліміздің түкпір-түкпірінде халыққа қызмет етіп жүр. Алдымен Асан Сапарұлы менің ұстазым. Мен ол кісінің оқушысымын, қала бері шәкіртімін. Алғаш ол кісі биология пәнінің мұғалімі ретінде маған сабақ берді. Ол кісінің сабақтары ерекше болады. Әрдайым плакат, гербарий, скелет сияқты неше түрлі жан-жануардың, адамның сұлбалары сабақтарында қолданылатын. Сол кездің керемет техникасы, проектор арқылы бізге неше түрлі суреттерді көрсететін. Мінекей солардың әсерінен болса керек, біз ол кісінің сабақтарын асыға күтетінбіз. Биология біз үшін ең қызықты пәндеріміздің бірі болды. Ол кезде Асан Сапарұлы сияқты Абдулла Жұмағалиев атындағы Жосалы орта мектебінің мұғалімдері Раянов Бауыржан, Жаңырханов Батырғали, Сұлтангереева Санипа, Айтқалиева Жұпар секілді Жанғазиев Бақытжан ағайларымыз керемет сабақ берді. Мінекей сол ұстаздардың әсері болса керек, мектеп бітіргеннен кейін де мен осы мамандықты, яғни мұғалімдік мамандықты таңдадым. Мұғалім болып қызмет еткен кезеңімде 1988 жылы Абдулла Жұмағалиев атындағы орта мектепке директордың тәрбиеші жөніндегі орынбасары ретінде қызметке ауыстым. Бұл кезде мектеп директоры Асан Сапарұлы болатын. Асан Сапарұлының қасында жайбарақат жүріп жұмыс жасау мүмкін емес еді. Халқымыз айтады ғой, қисық ағаш атпайды тез қасында деп. Сол айтқандай, ол кісі үнемі талап қоятын. Талап қоюмен бірге өзінің идеяларын, ойларын тастап отыратын ортаға. Және біздер сияқты жастардың өзінен де осындай ұсыныстарды, жаңалықтарды күтетін. Мінекей бұның барлығы біздің ізденіспен жұмыс жасауымызға үлкен өзіндік ықпалы болды. Яғни Абдулла Жұмағалиев атындағы мектептегі менің өмірім осындай ізденісті кезең болды, тәжірибе жинау кезеңі болды. Енді жалпы Абдулла Жұмағалиев атындағы орта мектеп бұл терең білім берумен бірге тәрбиенің қайнар көзі бола білді. Отжандылыққа тәрбиелеудің бастауы бола білді. Өйткені ел арасынан шыққан сол кездегі, қазіргі кездегі үлкен тұлғаларымыз Абдулла Жұмағалиев, Мұқаддас Исламғалиев, Мұратбек Жоламанов секілді тағы да басқа да осындай тұлғаларымызды кейінгілерге дәріптеп, өнеге қылып, әрқашан оларды ұлықтап отырды. Бұның өзі біздің жастарымыздың осындай ел жанды азамат болып қалыптасуына ықпалын тигізді. Енді тағы бір ескеретін мәселе, мынау тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде, еліміз аяғынан жаңа тұрып жатқан кезеңде 1996-2000 жылдарда жалпы білім беру саласы үшін үлкен күрделі кезең болды. Біз мұғалімдерімізге, қызметкерлерімізге еңбекақының өзін бірнеше айлап бере алмай жатқан уақыт болды. Сол кезеңде
мектепті жөндеу, оны қалпына келтіру жұмыстары бізде әлдеқайда күрделі болды. Міне соған қарамастан Асан Сапарұлы жоқтан бар жасап, тұйықтан жол тауып, өз мектептерін өз қолдарымен жөндеп, қаржы табудың жолдарын тауып, өздерінше қиындықтан шыға білді. Және осындай қиын кезеңнің қандай уақытта болмасын, Абдолла Жұмағалиев атындағы орта мектептің оқушылары аудандық, облыстық білім сайыстарына, өнер байқауларына, спорттық жарыстарға балдарды қатыстырмай қалған емес. Қандай қиын уақытта да олар мүмкіндігін тауып, жанармай тауып, көлік тауып, әйткенде де өзіміздің балдарын осы жарыстарға қатыстырып отырды. Бұның өзі де біздің сол Жосалы өңірінің жастарының қалыптасуына, өсуіне жол ашу деп ойлаймын. Мінекей, яғни Асан Сапарұлы өзінің еңбек жолында ширек ғасырдың үстінде Абдолла Жұмағалиев атындағы орта мектепті басқарды. Және сол кезеңде міндеттерге, алдына қойған міндетке жету жолында, межелі міндеттерге жету жолында ұжымды ұйымдастыра білді, және алдына қойған мақсаттарға жете білді. Соның негізінде Жосалы мектебі шын мәнісіндегі сол кездің нағыз ұлтжанды азаматтарды тәрбиелеген мектеп ретінде көп шәкірттерінің жадында қалды. Енді Асан ағамыз, Асан Жүсіпұлы туралы айтатын болсақ, ондай адамдарды жалпы бір елдің бағына туған деп айтуға толық құқымыз бар деп ойлаймын. Асан ағамызмен сол тұнау сәби кезінде ол енді жаңағы жоғары білім алып келгеннен кейінгі ауылдың сол елге ұстаз болып келгеннен біз сәбиміз, бала менің үлкен аға апаларыма сағат берген болатын. Кейін біздерге енді былай ойлап қарап отырсам, қазір сол Жосалы ауылында 85-90% ағамыздың шәкірт деп айтсам артық айтпаған болармын. Ағамызды енді сол жаңа айтып өттім ғой, елдің бағына туған адам деп. Ол рас. Сол ішінде және ол патриоттығы, елге деген патриоттығы өте жоғары деңгейде. Ел үшін қай нәрсеге де бара алатын адам. Ел үшін, халық үшін. Мен өз басыммен осы өлеңді өрсем де, кейде жаңа репертуар таңдау жөнінде бір әңгімелер болатын бар. Ол енді сырт көз, ол қарапайым ғана көрермен тыңдаушы емес, өзінің ақылында айтып отыратын адам. Әскересі мына әнді былай айтсаң, ел туралы мына айтсаң, менің Ақштап Бақтыгерей апамыздың сөзі жазылған Жосалы деген ән жазғанмын. Туған елге өзінің махаббатын, әр адамның өзінің елге деген сүйіспеншілігі болады ғой. Сол махаббаттан туған болу керек. Сол Жосалы деген әнді кейбір жиындарда болсын, қарай жүрдім. Неге айтпадым ана Жосалыны? Жосалыны айтты деп отырады. Мен ағайды кездескен жерде концерттер болсын, қандайда кештер мерекетіндеміз болып жатса, ағай бар жерде міндетті түрде Жосалы орындалу керек. Ол Жосалы неге орындамадым дейді. Жүрекке жігер қосады, жолшыға құшақ тосады, қызғалдақ толы беткейде айтады сені Жосалы.